Биылғы оқу жылының ерекшелігі. Барлық менің өзімнің мұғалім болып кеткен уақыттағы жылдардың ішіндегі ең бір ерекше жыл биылғы оқу жылы деп ойлаймын. Себебі биыл осы бір 20-21 оқу жылы барлық жалғыз менің ғана емес, біздің мұғалімдеріміздің, біздің оқушыларымыздың, жалпы мемлекеттің есінде қалатын мынау керемет деп айтпайтындай халыққа бір жағынан үлкен ауыртпашылық келген қиын жыл деп есептейміз. Және осы соның ішінде де мұғалімдер үшін де, балалар үшін де қиындық туғызып тұрған қашықтықтан оқу. Ұстаз, оқушы, ата-ана үштігі қалай жұмыс жасап жатыр? Жалпы Жаңаөзен мектеп-лицейі қала бойынша көп жылдардан бері алдыңғы саптағы мектеп. Енді бұл мектептің тарихына көз жүгіртетін болсақ, бұл мектепті алғаш рет осы лицей қылып қалада, Жаңаөзен қаласының тарихында алғашқы осының мынау несін жаңағы фундаментін құрған, соның керегесін қалаған кісі деп айтуға болады. Ол біздің Өрбесінова Ақмыс апайымыз. Алғашқы біздің директорымыз лицейдің. Осы кісінің жалынды еңбегі. Сол кісінің арқасында осы біздің қала деңгейіндегі мектептің алдыңғы шептегі мектепке атағы шығуына бірден бір еңбек сіңірген кісі осы Ақмыс апайымыз. Мынау қашықтықтан оқытуда оқушы, ата-ана, мұғалім деген үш тағанды біріктіруге бізге ондай қатты қиындық түсіріп тұрмағаны біздің мектебіміздің балаларының жалпы осы білімге деген ынтасы, ата-ананың балаға білім беруге деген құлшынысы, және де мұғалімдердің балаларға деген мынау қазіргі уақыттағы, әсіресе дәл қазіргі уақыттағы талаптары, олардың жұмысқа деген ерекше бір мынандай табандылығы бұл үш тағанды біріктіріп ұстауға қиыншылық кетіп тұрған жоқ. Қазіргі балалардың деңгейі. Жастар өте балажанды, жас ата-аналар. Қазіргі біздің ата-аналарымыз бұл 80-ші жылғы, 70-80-ші жылғы түлектер. Сол жылғы туылғандар. Сондықтан бұл ата-аналардың қазіргі уақытта балаға қоятын талабы да жоғары, балаларға да күтетіні де жоғары. Дегенмен осы сенімді балалар ақтайтын шығар деп үміттенемін. Балаларымыз біздің, дәп қазіргі біздің мектептегі балаларымыз, бұл біздің өте бір мақтаныштарымыз. Ұстаз деген кім? Ол ағайларымыздың қатты өмір баянына онша зер салмай өскеніміз ба деп ойлаймын. Себебі біздің ұстаздарымыз артынан мен пайымдап қарасам, біреуі соғыс ардагері, біреуі Берлинде алған медальдары бар, Қызыл ту медальдарына ие болған, сондай бір кілең батыр, сондай бір патриот жандар екен. Сондықтан мен енді ол кісілерді осы өзім жаңағы мынау новелла сияқты қылып мұғалімдерім, ұстаздарым туралы жақында мақала жаздым. Сол уақытта осы кісілерге деген іштей құрметім, іштей бір сол кісілерге деген алғысым шексіз. Себебі бұл кісілер біздерді мұғалімдікке де тәрбиеледі. Алғаш мектепке барған уақытында, оқу бітіріп барған уақытында, Қуат ағай деген ағайымыз, ол уақытта орынбасар болып істейді мектептің. Сол кісі маған былай деп айтқан әлі есіме кетпейді. Айман, сенен керемет мұғалім шығады деді. Бет-аузына ағайдың қарап тұрып ойлады. Ағайда тек бұл жақсы екен, көріп келе екен деп. Енді сол кісілердің айтуымен біз осы мамандықты тиянақты осы табанды істеуге бет бұрдық-ау деп ойлаймын. Себебі сол кісілердің алғысы, батасы болар. Өмірдегі ұстанымыңыз қандай? Өмірдің өзі ақ жол, қара жолдан тұрады. Сол жолдардың барлығында да өзімді барынша сабырлы ұстауға, сабырлы болуға шақырамын. Және барлық ұстаздарға да солай деп үйретемін. Бірінші орында сабырлық болу керек. Сабырлы жан бұл енді қайындай өмірдің қиын сәті болсын, қуанышты сәті болсын, өзіне тоқтау бере алатын, тоқтамай келе алатын жандар. Сондықтан бірінші бұл өмірде, бұл өмір өте қызыл жасыл өмір, бұл өмір тамаша, бұл өмірдің қызығы өте көп. Тек қана өмір жақсылықтан тұрады деп ойлау керек. Ұстаздық жолды таңдауыңызға себепкер тұлға? Әулен
біздің мектебімізде бір керемет класс жетекші ағайымыз болды. Жанадел Орынбасар деген ағай. Алматының тумасы екен. Ол отработкаға жаңа жұмыс несін өзінің оқуын, оқудан кейінгі сол уақыттағы отработкаға біздің поселкаға келген. Ағайымыз өте сұлу кісі болды. Өте ұзын бойлы, келісті. Сол кісінің көп сабақтары біздің жаратылыстанудан берді. Ол кісі бір уақытта біздің химиядан беріп жатты. Бір уақытта ол кісі географиядан беріп жатты. Бір уақытта ол кісі бізді физкультурадан да сабақ беріп сөйтіп жатты. Әрі біздің класс жетекшіміз болды. Сол кісінің біздерге деген біздердің класс, біз 4 параллель класс оқыдық, бірақ сол 4 параллельдің ішінде біздің классымыз өте жинақы, ұйымшыл, өте бір жаңағындай бір талап, алдыңғы бір несі жаңағы оқулар, екпіндісі, үздіктер көп класс болды. Бұл соның бәрі біздің ағайымыздың арқасы, ағайымыздың талабы. Сол ағайға қарап отырып бәріміз ойладық, мұғалім болсақ, осы ағай құсап мұғалім болып жүрсек деп. Сол кісінің талабын, сол кісінің мынау бір бақыттары біздің бойымызға сіңген сияқты. Артынан өзім оқып жүрген уақытта бір күні ол кісінің сол Алматыда кездескен уақытымда керемет сондай бір қуандым. Осындай кісі қазіргі уақытта ол кісі білікті мынау Қазақстан мемлекетінің үздік мұғалімі, сондай атаққа ие болған ағайымызды сағынамыз, класстастарымыз болып еске аламыз, ағайды біз жақсы көреміз. Цифрлы Қазақстан жобасына жеке пікіріңіз. Бұл мақсат па, әлде міндет пе? Бүгінгі заман, кешегі заманның баласы, ертеңгі заманның атасы. Сол сөзге қарап отырып, бұл біздің заманымыздың, қазіргі уақытта біздің заманымызға келіп жатқан жаңалықтар, демек бізді таңдаған, сондықтан біз ол жаңалықтан қашпауымыз керек. Оған ол игерген сайын жеңіл мұғалімнің жұмысына. Игерген сайын оны біз одан мұғалім шаршамайтын сияқты. Енді физикалық тұрғыдан, физиологически шаршайды, физиологиялық тұрғыдан да. Бірақ дегенмен де рухани тұрғыдан оған көп бір жаңа бір арнаны, жаңа бір керемет бір нелерді, есіктерді ашып жатқан сияқты да. Сіздің сүйіп оқитын жазушыңыз немесе ақыныңыз? Бас иіп, сол кісінің әрбір сөйлемін оқыған сайын, тамсанған сайын түсінбей қайта оқитыным Әбіш Кекілбаев. Әбіш Кекілбаевтың әрбір сөздері жаңағы романында болсын, повестінде болсын, бұл жатқан бір үлкен бір тарих қой. Бір сөйлемнің өзі, жаңа менің мамамның өзі айтады, анам айтады, оның сөздері құрмалас сөйлемдерден тұрады ғой деп. Сондай бір күрделі сөйлемдерден тұратын. Сол сөйлемдерді оққан сайын тұшынып, оққан сайын бір айызымыз қанып тұрып, сондай бір керемет жазушы. Мұғалімнің бойында болу керек 5 қасиет. Мен енді өзім мұғалімді, негізі мұғалім деген халықтың барлығын жақсы көрем. Себебі өзім мұғалім болғаннан емес, мұғалім деген бұл мынау жаңағы дипломда мамандығы болғанмен, мұғалім деген кісі, мұғалім болған мамандығы иесі болған адамға көп өзінің салмағынан көп жүк артылып тұрады. Сондықтан бірінші мұғалім бұл өте рухани бай болу керек. Бірінші мұғалім бұл рухани жаны бай болу керек. Екінші, ұлтжанды болу керек, міндетті түрде ұлтжанды болу керек. Үшінші, әр уақытта балажанды болу керек. Демек, балажанды болса, ол мынау халыққа жанашыр болады. Халыққа жанашыр білетін адам болады. Енді келесі бір қасиеті ол кісінің сабырлы болу керек. Сабыр түбі алтын деген сөз бар. Сабырлы болсақ, көп нәрсеге біз жетеміз. Біз кешегі қиын уақыттарда да біз мұғалімнің сапында қалып қойдық. Аумалы төкпелі кешегі 91, 92, 93, 95 жылға, біздің өзенде 96, 97 жылға дейінгі өте қиын кезеңдер болды. Сол кезеңдердің барлығында да біздің қаламыздағы мұғалімдер мұғалім сапында қалды. Жас мамандарға айтар кеңесіңіз қандай? Ал енді мектепке келген жастарға айтамын, мектеп деген бұл үлкен кеме.
бір батпақта жүретін кеме, батпағы қатты. Сондықтан бұған бір кірсеңдер қалып қоясыңдар. Ойланып келіңдер деп айтамын. Енді толық аты жөніңіз, қызметіңіз? Мен енді Жаңаөзен мектеп лицейінің география пәні мұғалімімін. Екіншіден, осы жерде әдіскерлік қызметті атқарамын. Жалпы қазіргі уақытта өзімнің білгенімді, өзіммен қатарлас мұғалімдеріміз бар. Менен үлкен мұғалімдеріміз бар.